Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз. Балалар, біздер бүгін барлығымыз бірге өте қызықты зерттеу жұмысын жасаймыз. Апай, біз нені зерттейміз? Балалар, бүгін біздер пияз көкөнісін бірге зерттейміз. Отырғызып, соны біздер қазір өсіріп бақылайтын боламыз. Жақсы ма? Апай, пияз қайда өседі? Балалар, пияз деген бақшада өседі. Оның түстері әртүрлі болады. Қызғылт сары, қызғылт болады, иә? Пияз неге пайдалы? Балалар, пияз өте пайдалы. Ол тұмауға қарсы өте жақсы дәруменге бай көкөністің бір түрі. Біздер қазір барлығымыз бірге пиязды ендеше өсірейік бірге. Апай, үйге пиязды қалай өсіреміз? Балалар, ендеше соны бірге өсірейік. Ең алдымен бізге құнарлы қара топырақ керек, су керек, пияздың тұқымы керек, қауырсын ыдыс керек болады. Жақсы ма? Арық керек және жылу керек. Осылардың барлығы болса, бізде жақсылап пияз өседі. Ең алдымен қауырсын ыдысымызға қара топырағымызды бірге салайық. Салайық қара топырағымызды. Салайық. Сәбіздімді пайдалы, дәруменге бай нәрі, өсіреді бойыңды, түсі бар қызғылт сары. Асқа қосып сен жесең, күшің сенің артады. Анашым, жегім келмейді. Онда оны Ендеше балалар, соғайық. Анашым, өзім жеймін. Дәмдісін-ай. Көкөніс, көкөніс, көкөніс өте дәмді. Көкөніс, көкөніс, көкөністер пайдалы. Балалар, біздер күнделік ашып, пияздың еккен күннен бастап жазып, бүгін 27 наурыз, еккен пиязымызды еккен күніміз. Енді күнде осылай жазып, бақылап өлшеп жазып отырамыз күнделігімізге. Балалар, бүгін 31 наурыз, енді еккен жуаларымызды кішкене шығыпты. Соны өлшеп, Алинаныкін жазып алайықшы. Алинаныкі 2 сантиметр болыпты. Кішкене өсіп қалыпты. Су құяйық пияздарымызға. Бүгін 3 сәуір, тағы да пияздарымыз өсіп қалыпты. Суарып жіберейікші. Енді өлшейік. Айзеренің пиязы 6 сантиметр болып өсіпті. Балалар, осылай жақсылап күтсек, күнде суарып қарасақ, пияздарымыз осылай жақсы өседі. Біздер пияз ектік. Ол керемет болып өсіп шықты. Ол үшін біздер қандай жағдай жасадық? Айзере? Күтіп бақтадық, су құйдық, аққа қойдық. Өте жақсы балалар. Жарыққа қойдық, өлшедік, су құйдық, күтіп баптағасын осындай әдемі болып біздерде жайқалып пиязымыз өсті, иә? Пияз туралы кім деп бағыт берді маған? Дәмдеуіштен білдімін, балық тағамға. Көкөністің ішінде мен пайдалы адамға. Өте жақсы. Балалар, пияздың дәруменге бай. Ол бізді тұмаудан сақтайды. Біздер оны тағамдарымызға қосып, жеуіміз керек, иә? Иә. Енді өскен пиязымызды кесіп, асханадағы аспазшы апайымызға беріп, біздер сорпамызға қосып, әкеліп береді, иә? Берейік, аспазшы апайымызға берейік. Саламатсыздар ма балалар? Ой, қандай рахмет, сіздерге рахмет көп. Қазір мына пиязды дәмдеуші ретінде сорпаға мен сізге турап беремін, иә?